Ол түнде көршісінің ауласында біреуді көміп жатқанын көріп қойды. Бірақ бұл жай ғана бастамасы еді. Өмірінің ең үлкен қателігі осы сәтте жасалған еді, өйткені ол көмек сұрағанша өзі де қылмысқа араласуға мәжбүр болды. Куәгер, криминал. Кешкі көлеңке. Ерлан 32 жастағы кеңсе қызметкері. Қала шетінде, шағын жеке үйде жалғыз тұрады. Үнемі тыныштықты ұнататын, ешкіммен араласа бермейтін. Сол күні де ол әдеттегідей жұмыстан кеш келіп тамағын ішіп теледидар қосып отыр еді. Сағат 11:47. Кенет сырттан біртүрлі дыбыс шықты. Алғашында мән бермеді. Бірақ қайталана берген соң, ол орнынан тұрып терезеден сыртқа көз тастады. Көрші үйдің ауласында жарығы сөнген қара көлік тұр. Екі ер адам көліктің артқы жүк салғышын ашып, ішінен үлкен қап тәрізді нәрсені сүйреп шығарып жатты. Ерлан алғашында қоқыс шығарған болар деп ойлады. Бірақ қаптың пішіні мен қозғалысы адам денесін елестетті. Жүрегі дүрсілдей жөнелді. Ол жарықты өшіріп, терезенің пердесінің артына тығылып қарап тұрды. Екі ер адам асығыс қозғалып, үнемі жан-жағына алақтайды. Бірі күбірлеп, тезірек, біреу көріп қалмасын деді. Сөйтіп олар қапты жерге сүйреп апарып көмгендей болды. Қолдары дірілдеген Ерлан телефонын алып, полицияға қоңырау шалмақшы болды. Бірақ ойға қалды. Егер мен көргенімді айтсам, олар мені де тауып алады, деді өз-өзіне. Тұтқаны қойды. Көлік дауылдата кетіп қалды. Аула қайтадан қара түнекке оранды. Ерлан орнынан тұрып терең дем алды. Бірақ бұл түн енді бұрынғыдай тыныш болмасы анық еді. Қан ізі. Таң ата сала Ерлан ұйқысынан тынышсыз күйде оянды. Түнде көргені өңі ме, түсі ме деп күмәнданды. Бірақ жүрегі алдамағандай. Терезеге барып қараса, кеше тұрған қара көлік жоқ. Көрші үйдің қақпасы ашық тұр. Бір түрлі тыныштық орнаған. Ол жұмысқа бару үшін киініп шықты. Көшеде бірнеше көрші жиналып қалған екен. Бірі, әй, ана көрші әйел жоғалып кетіпті деді. Ерланның жүрегі шым етті. Қалайша? Деп сұрады. Таңертең ұлы келсе, есік ашық, өзі жоқ, телефоны үйде. Ауладағы жер қопарылып жатыр екен. Тіпті бір жерінде қып-қызыл дақтар бар дейді. Ерлан жақындап қарады, расында да жердің бір бұрышында қан ізі байқалады. Полиция келіп аумақты қоршап алды. Із кесу тобы, кинологтар. Түкке тұрғысыз тыныш көршілерінің ауласында үлкен іс басталды. Ерлан өз-өзімен арпалысты. Кешегі көргенін айту керек пе, жоқ па? Айтсам өзіме қауіп, айтпасам адам өмірі желге ұшады. Дәл сол сәтте белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сен үндеме. Не көрдің, ұмыт? Ол селк етіп жан-жағына қарады. Телефонды қолынан түсіріп ала жаздады. Демек, біреу оның не көргенін біліп отыр. Қорқыныш енді жай қобалжу емес, өміріне тікелей қауіпке айналған еді. Айғақ. Ерлан үйіне асығып кіріп, барлық терезе, есіктерді тексеріп шықты. Перделер жабық, есік құлыптаулы. Бірақ өзін қауіпсіз сезіне алмады. Түндегі көріністер, таңертеңгі қан ізі, хабарлама, бәрі жанына маза бермеді. Ол кенет есіне түсірді, үйдің сыртына орнатылған камера ше. Ерлан дәліздегі сөренің ішінен бейне бақылау құрылғысының қатты дискін алып, жазбаны қарап шықты. Сағат 23:42-де көрші үйдің алдында қара көлік тоқтайды. Екі адам түсіп, артқы жүк салғышты ашады. Көлеңкелі жарықта анық көрінбесе де, олардың жерге бір нәрсе сүйреп апарғаны, қайта-қайта жан-жағына қарағаны байқалады. Бір сәтте олардың бірінің жүзі жарыққа түсіп қалады. Таныс бір бейне, бірақ Ерлан нақты танымайды. Ол осы видеоны флешкаға көшіріп, төсегінің астына жастықтап қойды. Қауіп төнсе, дәлел болар деп ойлады. Бірақ сол түні ұйқы қашты. Сағат түнгі 2:17-де үйдің сырт жағынан әлде бір дыбыс шықты. Терезе жақтағы бұта қозғалғандай болды. Ерлан демін ішіне тартып, жарықты жақпай, үнсіз тыңдап жатты. Бірнеше минуттан кейін есік алдына бір нәрсе тасталған дыбыс шықты.
Таңертең шығып қараса, қағаздың бетінде жалғыз сөйлем жазылған. Көргеніңді өзіңмен бірге алып кет. Қолдары дірілдеп қағазды жұлып алды. Бұл енді жай ескерту емес еді, қадағалап жүрген адам бар. Жақсырақ ойланып әрекет ету керек. Ол енді жалғыз емес екенін, және бір қателік оның өмірін қиятынын анық түсінді. Қашқын. Ерлан таңертең тікелей аудандық полиция бөлімшесіне барды. Видео жазбасымен қағазды тергеуші Қайратқа көрсетті. Қайрат бірден істі бақылауға алды. Бұл куәгерге тікелей қоғанлығы, деді ол. Енді сіз біздің қорғауымыздасыз. Бірақ сіздің қауіпсіздігіңіз үшін уақытша басқа жерге көшірілуіңіз керек. Ерлан келісті. Қаланың екінші шетіндегі пәтерге уақытша орналастырылды. Телефонын өшіріп, барлық әлеуметтік желілерден шықты. Бірақ ішінде мазасыздық кетпеді. Бір түн бұрынғы бұта сыбдыры, есік алдындағы қағаз, олар мұны оңайлықпен қоя салмайтынын көрсетті. Сол күні кешке жаңа пәтеріне қайтып келе жатқанда, оның көлігіне бір машина арт жақтан қатты соғылып, кейін қашып кетті. Ерлан рөлге әрең ие болды. Полиция келгенде ол дірілдеп әрең сөйлеп тұрды. Бұл кездейсоқ емес, деді тергеуші Қайрат, олар сізді аңдып жүр. Ерлан өз өмірі үшін шынайы қорқа бастады. Полиция Ерланның қауіпсіздігін күшейтті. Қарапайым куәгер бір сәтте қылмыстық істің басты айғағына айналды. Оның берген флешкасындағы бейнежазбада көліктің нөмірі анық көрінетін тұс бар еді. Тергеуші сол арқылы күдіктілерді іздей бастады. Бірақ Ерланға енді бұл қаланың өзінен де қауіп төніп тұрғандай көрінді. Айналасында кім дос, кім жау екенін білмей қалды. Әшкерелеу. Полиция бөлімшесінде жедел іздестіру тобы Ерлан берген бейнежазбаны жіті зерттеді. Ақыры көліктің мемлекеттік нөмірі анықталды. Ол автокөлік бір жеке кәсіпкердің атына тіркелген екен. Бірақ ол кәсіпкер бірнеше ай бұрын оны басқа адамға сатып жібергені белгілі болды. Сол адам бұрын істі болған ұйымдасқан қылмыстық топтың мүшесі. Екіншісі күтпеген жерден сол ауданның бұрынғы учаскелік инспекторы болып шықты. Бұл дерек тергеуші Қайратты шошытты. Бейнежазбадағы бет әлпетте уақытта сәйкес келеді. Күдіктілер дереу тұтқындалды. Олардың үйінен көрші әйелдің жеке заттары, қаптың қалдықтары мен қанға боялған күртешелер табылды. Сот сараптама қорытындысы бойынша Ерлан көрген қап ішінде шынымен сол әйелдің денесі болған. Олар оны өлтіріп, ізін жасыру үшін ауласында көміп кеткен. Бұл суыққанды жоспарланған кісі өлтіру болатын. Сот процесі бірнеше айға созылды. Ерлан басты куәгер ретінде сөйледі. Оның бейнежазбасымен қорықпай айтқан ақпараты істің шешуші дәлелі болды. Екі қылмыскер де ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Процестен кейін Ерлан аты жөнін өзгертіп, жаңа қалаға көшіп кетті. Жаңа өмір бастауға тырысты. Бірақ түнде кейде селт етіп оянып кететін. Қара көлік, қараңғы көше, сүйретілген дене, бәрі ойынан кетпейтіндей болып қалған. Бірақ ол бір нәрсені анық білді. Куә болған адам үнсіз қалса, әділет өледі. Ал үнін көтерген адам жанын құтқарады.